Алматы облысында қабаған иттерге таланып, сан етімен құлағынан айырылған 11 жастағы балаға қатысты сот жалғасуда. Күдікті деп танылған оңалту орталығының қожайыны өзіне шаң жуытар емес. Оқиға менен қорғашауымның ішінде болды дегеннен таңбай тұр. Ал жантүршігерлік жайттан ауыр жарақат алған Максим арада 1 жыл өтсе де толық жазылмаған. Сот отырысына әріптесім Жомарт Түзелбай барып қайтты. Қабаған иттерге аяусыз таланған Максимге қатысты бүгін кезекті сот отырысы өтті. Күдікті ретінде жануарлардың иесі танылған, алайда ол өзіне тағылған айыппен келіспей отыр. Тіпті баланы құтқару кезінде өлтірілген иттерін әлі күшігеді деп ақтаумен әлек. Я в принципе не согласен с вас. Жалпы маған тағылған айыппен келіспеймін. Оқиға болған кезде бір жасөспірім келіп, Максимді қоршаудан Илья итеріп жібергенін айтты. Түсінесіз бе? Мұның бәрі біздің аумақта болды, стадионда емес. Жолдан өтіп бара жатқан адам пышақтап кеткен. Екі күшік мұндай жарақаттарды физикалық тұрғыдан да, психологиялық тұрғыдан да салуға қабілетті емес. Еске салайық, адам шошырлық оқиға осыдан тура 1 жыл бұрын Алматы облысында болған еді. Достарымен бірге футбол ойнауға кеткен 11 жастағы оқушыны жеке аумақтан шығып кеткен 3 ит оңдырмай талаған, салдарынан сан етімен құлағынан айырылған жеткіншек әлі ем қабылдап жүр екен. Қажетті қаржының жоқтығынан тиісті ота да жасалмапты. Міндетті түрде жасалатын отаға өкінішке орай жәбірленуші тарапта ақша жоқ болмадықтан 3 отаны өткізіп алдық. Сол отаны жасау үшін қазіргі таңда бізге материалдық залалды өндіру талап арызын беріп отырмыз. Ота әлі жасалынбады. Айдың күннің аманда баламды денсаулығынан айырды деген ана иттердің иесі қатаң жазаланса дейді. Себебі күдікті осы күнге дейін бірде-бір рет кешірім сұрап келмепті. Максимнің еміне 4 миллион теңгеден аса қаржы кеткендіктен жәбірленуші тарап барлық шығынды алдағы уақытта өтеп алуды көздеп отыр. Жомарт Түзелбай, Ержан Еркінбеков, Дидар Елеу, Алматы облысынан.